Жемқорлықпен күресті сәтті жүргізе білген қай ел десе, бірден Сингапурды айтамыз. Бірақ оның көлеңкесінде қалып қойып отырған бір ел бар. Ол Грузия. 2000 жылдардың басында Грузияда жемқорлық деңгейі өте жоғары болды. Әсіресе полиция мен мемлекеттік қызметтерде парақорлық кең таралған еді. 2003 жылғы Раушан революциясынан кейін Михаил Саакашвили басшылыққа келіп, елдегі жемқорлықпен күресті басты міндеттердің бірі ретінде қойды. Барлық полиция қызметкерлерін жұмыстан босатып, жаңадан полиция қызметіне жас, сенімді кадрларды қабылдады. Жаңа полиция қызметкерлерінің жалақысын айтарлықтай көтеріп, жұмыс сапасын жақсартты. Екінші жолы мемлекеттік қызметтерді цифрландыру және автоматтандыру. Грузияда көптеген мемлекеттік қызмет онлайн форматқа көшірілді. Бұл азаматтардың қажетті қызметтерді алу кезінде тікелей байланыссыз, парасыз жүзеге асыруына мүмкіндік берді. Жемқорлық білім беру мен денсаулық сақтау салаларында да кең таралған болатын. Оны азайту үшін мемлекеттік гранттарды алу және студенттерді қабылдау жүйесін ашық әрі әділ етіп қайта құрды. Ал енді ең маңыздысы қоғамдық бақылау. Бұл дегеніміз бұқаралық ақпарат құралдарына толыққанды еркіндік беру, мемлекеттік қызмет органдары мен мемлекеттік шенеуніктердің әрбір әрекеті қатаң бақылауда болды. Сосын ғана жемқорлық қылмысының жазасы қатаңдады. 2005 жылдан бастап Грузияның Transparency International ұйымының жемқорлыққа әсері индексі бойынша рейтингі едәуір жақсарды. Байқағаныңыздай, инновациялық ештеңесі де жоқ, бәрі де жауыр. Бірақ осы шараларды қатаң түрде іске асыру ең маңыздысы.